Fatiha suresi. Kur'an-ı Kerim'de кейбір сүрелердің көптеген атаулары бар. Сол секілді Фатиха сүресінің де Құранның анасы, негіз, шипа, мадақ, шүкір, дұға, намаз және сәбу'л мәсәни, яғни 7 рет қайталанатын деген тағы басқа осы секілді 20-дан астам атаулары бар. Әсілінде қандайда бір сүренің атауы көп болған сайын оның маңыздылығы да арта түседі. Ал Фатиха сүресі болса бүкіл Құранның негізгі мазмұнын қамтыған бірден бір сүре болып табылады. Біз осы шығарылымда Фатиха сүресінің Ас-Саб'ул Масани, яғни 7 рет қайталанатын деген атауын кеңінен ашып түсіндіретін боламыз. Фатиханың ерекше қасиеті ол әрбір мұсылман күнделікті 5 уақыт намазында бұл сүрені 32 рет қайталағанымен адамды еш жалықтырмайды. Керісінше бұл сүрені оқыған сайын рухани күш жинап отырамыз. 14 ғасыр бұрын түскен сүренің бүгінге дейін адамның тілінде үздіксіз жалықтырмай оқылып келуі Құранның бірден бір үлкен мұғжизасы екенін көрсетеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманынан бері бүгінге дейін тәпсір ғалымдары Фатиха сүресін зерттеп, оның жаңа қырларын ашып, күн сайын таң қалдырып келеді. Ендеше бізде өз кезегімізде аталмыш сүренің ерекше бір тұстарын ашуға тырысамыз. Фатиха сүресі Мекке қаласында түскен уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол туралы сахабаларына түсіндіріп берген. Егер біз Құранның жалпы мазмұнын алатын болсақ, 113 сүренің барлығы дерлік осы Фатиха сүресіндегі 7 аятпен тығыз байланысты екенін көруге болады. Демек, бұл сүре пайғамбардан бұрын Аллах тағаланың өзі біздерге басқа сүрелер түсіру арқылы оны о баста тәпсірлеп түсіндіріп берген. Бұл сүренің маңыздылығы Меккеде түскен уақытта ғана емес, сондай-ақ барлық уақытта да өзекті болған. Сахих Бухариде келетіндей Әбу Саидтан жеткен риуаят бойынша былай делінеді. Бірде мен мешітке намаз оқып отырдым. Бұл мұсылмандар хижрет жасағаннан кейін Мәдина қаласында болып жатқан жағдай еді. Сол сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мені көріп өзіне шақырды. Мен болсам оған жауап бермедім, яғни шақырғанына бармадым. Сосын намазымды аяқтап болғасын алдына барып, о Аллахтың елшісі, сіз шақырғанда мен намаз оқып жатыр едім дедім. Сонда ол, Құранда жаратқан Жаббар Аллах тағала және пайғамбар шақырса міндетті түрде оларға жауап беріңдер деген емес пе? Жарайды, ендеше мен саған мешіттен шықпай тұрып Құрандағы ең ұлы сүрені үйретейін. Тыңда. Альхамдулиллахи раббил аламин деп Фатиха сүресін оқып, бұл Құрандағы Ас-Саб'ул Масани, яғни 7 рет қайталанатын ұлы сүре деген болатын. Пайғамбардың бұл айтқаны Әбу Саид үшін жаңалық болмады. Себебі Фатиха сүресі Мекке қаласында түскенін барлығы біледі, және Әбу Саид болса оны онсыз да жатқа білетін еді. Онда не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол туралы Мадина қаласында сахабаларға тағы ескертіп жатыр? Олар Фатиханы онсыз да бойлап біледі емес пе деген заңды сұрақ туындайды. Иә, олар әрине біледі, бірақ мұндағы мәселе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге сен қайда болсаң да Фатиха сүресі Құрандағы ең ұлы сүре екенін естен шығармай, оны әрдайым жүрегіңде сақтап, оқып, рухани жаңғырып отыру керектігін ескерткен. Тіпті Құран кітап болып кейін жиналғанда кейбір ғалымдар Фатиханы сүрелердің қатарына қоспаған деген деректер бар. Мұның себебін сұрағанда олар, Фатиха әрбір мұсылманның жүрегінде таспен қашалып жазылғандай сақталуы керек. Оны сүрелердің қатарына қойып ескертудің өзі артық деген. Енді әлгі сүренің 7 рет қайталанатын деген атауына келейік. Бұл араб тілінде Ас-Саб'ул Масани деп аталады. Мұндағы 7 деген ол сүренің 7 аяты, ал Масани деген сөзі бірнеше мағына береді. Бізде қазақ тілінде аудармашылар оны қайталанатын деп аударған. Алайда Масани сөзінің өзі бір емес бірнеше мағына береді. Оның түбірі сәна етістігінен шығады, яғни мақтау, мадақтау, бір затты бүктеп тастау, теріс аударып тастау, жерге бірдеңе егу үшін топырақты қопарып аудару секілді анықтама беруге болады. Бұған қоса Масани сөзі екі нәрсені жабыстыру, бір-біріне қостау дегенді де білдіреді. Біздің жағдайда осы екі нәрсені жабыстыру, бір-біріне қостау деген мағынаға тоқталып, тарқатып айтатын боламыз. Расында Фатиханың 7 аяты бір-бірімен өте тығыз байланыстырылған, әрі олар ажырамастай жұптастырылған, яғни олар бір-бірін әрдайым толықтырып тұрады. Бұл тек қана Фатиханың ішінде ғана емес, сондай-ақ басқа да сүрелермен тығыз байланысы бар. Бұл жайында келесі бөлімдерде қосымша тоқталатын боламыз.
Мәселен, күнделікті 5 уақыт намазға тұрғанда біз Фатиха сүресінен кейін міндетті түрде оған басқа сүрені қосып оқимыз. Бұған қоса, намаздағы барлық сүрелер тек Фатихамен ғана байланыстырылады. Мысалы, біз 4 бас намазда тұрғанда алғашқы 2 ракатқа Фатихаға қосып басқа сүре оқимыз. Одан кейінгі 2 ракатта тек Фатиханы ғана оқимыз. Демек, Фатиха намазда міндетті түрде оқылады. Ал біз одан басқа сүрені Фатиханың орнына оқи алмаймыз. Бұл намаздың толық болмауына алып келеді. Бір сөзбен айтқанда, Фатиха келген жерде міндетті түрде оған қосылып бір сүре оқылады. Сол сияқты кез келген қазақтың шаңырағында қонақтар шақырылып Құран оқытылатын болса, ауылдың ақсақалдары әуелі Фатиханы оқып, содан кейін Ықылас секілді қысқа сүрені оған қосып оқып жатады. Біз бұдан нені түсінеміз? Фатиха сүресі ол кез келген сүреден бұрын оқылатын кіріспе деген сөз. Мысалы, бір ғылыми мақала жазған кезде де оның мазмұнын ашатын алдымен басында кіріспе жазылатын секілді, Фатихада басқа сүрелердің мазмұнына кіріспе іспетті ұдайы бірінші оқылады. Фатиха адамның көзін ашатын бір линза секілді. Сол линзаны көзіңізге тақсаңыз, яғни Фатиханы бойлап білсеңіз, бізге Құранның басқа сүрелерін бойлап білуге толыққанды анық жол ашылады. Сондықтан біз Фатиханың мазмұнын жақсылап түсінсек қана, қалған сүрелердің мағынасын оңай түсінуге ықпал етеді. Мәселен, мектепті бітіруші түлек ұбт-ға дайындалу үшін кітап оқитын болса, сынақтан түсірінбей өтемін бе, жоқ па деген оның жүрегінде бәрібір алаңдаушылық болады. Ал бір кісі қатты ашуланған күйде кітап оқитын болса, оның жүрегінде ыза болады. Сол сияқты біз әрдайым Құранды ашып оқитын болсақ, алдымен біздің жүректе әрдайым Фатиха сүресінің мазмұны орнығуы керек. Себебі оның барлық сүремен тығыз байланысы бар. Егер Фатиха сүресі жүректе болмаса, онда екі жұпты нәрсе бір-бірінен ажырайды, яғни байланыс жоғалады. Бұл жоғарыдағы мәсәни сөздің бірден бір мағынасы. Бұған қоса Абу Хурайрадан келген риуаят бойынша бұлай делінеді: "Мен салла салатан лам яқра фиха би уммул Құран фахия хидаж." Кім-де-кім намазға тұрып, бірақ онда Құранның анасын оқымаса, онда оның намазы толық емес. Хадистің мәтініне зер салатын болсақ, онда Фатиханы Құранның анасы деп атаған. Бұл да аталмыш сүренің есімдерінің бірі. Әрбір ана мен бала бір-біріне тәуелді, әрі ажырамайтын секілді. Фатиханы да Құранның мазмұнынан ажыратып қарау мүмкін емес. Бұл жерде де Фатиха атына сай мәсәни секілді екі нәрсені жұптастырып тұр. Хадистің жалғасында құдси хадис айтылады. Жаратқан Жаббар былай дейді: "Намазды өзім мен құлымның арасында екіге бөлдім. Жартысы маған, жартысы құлыма, әрі құлыма сұрағаны тиесілі. Егер де ол Әлхамдулиллахи Раббил Аламин десе, Аллах құлым маған мадақ айтты, мені мақтады дейді. Егер де ол Ар-Рахманир Рахим десе, Аллах құлым маған шүкіршілік айтты, алғыс айтты дейді. Егер де ол Малики Яумиддин десе, Аллах құлым мені ұлықтады дейді. Егер де құлым Ияка нa'буду ва Ияка настаин десе, Аллах Тағала бұл мені мен құлымның арасындағы нәрсе, әрі құлыма сұрағаны тиесілі, мен оған сұрағанын беремін дейді. Егер құлым Ихдина сиротал мустақим сиротал лазина ан'амта алейхим ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин десе, Аллах бұл құлымдікі әрі құлыма сұрағаны беріледі дейді деген. Хадиске сәйкес, егер біз әрдайым Фатиха сүресін оқитын болсақ, бізге жаратқан Жаббардың өзі әр аятқа өзінің тікелей жауап беріп отырады екен. Жер бетінде қанша мұсылман бір сәтте бұл сүрені қанша оқыса да, оның міндетті түрде сонша жауабы болады деген сөз. Мұнда ерекшелік басқа ешбір сүреде жоқ. Сол үшін Фатиха ең ұлы сүре саналады. Демек, Фатиха жаратқан мен жаратылғанның, яғни екі нәрсенің арасын әрдайым байланыстырып тұратын сүре. Бұл да болса мәсәни атауының мағынасын тағы бір ашықтайды. Сонымен қатар, Құранда екі нәрсені жұптастыру тек Фатихада ғана емес, ол барлық сүренің мазмұнында кездеседі. Мәселен, жер ескерілгенде міндетті түрде аспан ескеріледі. Жәннат сөзі келгенде тозақ сөзі қатар келеді. Жақсы адамдар мен жаман адамдар қатар салыстырылады. Сол сияқты періштелер мен жындар әлемі әрдайым қатар айтылады. Құдды бір Аллах Тағала бізге барлық жаратылыстың екінші жағы барын ескертіп, жалғыздық тек Құдайға ғана жарасады демекші, өзінің жалғыз екенін көрсететіндей әсер қалдырады. Осындай Құранның сүрелері мен аяттарын одан әрі жіті зерттеп, ондағы мағыналарға ой жүгіртер болсақ, онда алдымызда Құранның көптеген әлі сырлары ашылары сөзсіз.
Сондықтан құрметті ағайын, бұл шығарылымда Фатиха сүресіне байланысты осылайша қысқаша кіріспе тоқталып кеттік. Бұл сүре 7 аяттан тұрғанымен, оларды бір-бірімен байланыстыра отырып, мағынасын ашудың өзі үлкен ізденісті талап етеді. Ал келесі бөлімде Фатиханың мазмұнына талдау жасайтын боламыз. Ендеше бұл шығарылымда пайдалы болған қандай да бір мәлімет болса, ол тек жаратқан Жаббардан ғана. Ал қателіктер болса, ол тек қана біз тараптан. Себебі Аллах Тағала мен оның елшісі барлық қателік атауынан пәк.